Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қатпарлы самсаны пісірудің ерекше әдісін көрсететін боламын. Мүлдем оқтауды қажет етпейді, әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм жылы судың үстінен 1 шай қасық толы тұзды қосып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып алдым. Одан соң үстінен еліктен өткен ұнды қосып, қолыммен жақсылап қамыр илеп шығамын. Менің қамырым қатты емес, ішіле жұмсақ та емес, орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығатын боламын. Міне менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді осы ыдысқа салып, бетін жауып, жарты сағат уақытқа қалдырамын. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыздың иі қанып, жаюға өте ыңғайлы болып қалады. Осы уақытта мен арасына салатын салмасын дайындаймын. Ол үшін қызып тұрған табамызға майды құйып, майымыз қызғаннан кейін ұсақ етіп туралған пиязды қосып қуырып алатын боламыз. Мен бұл жерде орташа көлемдегі бір пиязды пайдаландым. Пиязды қуырып болғаннан кейін оның үстінен картопты да өте ұсақ етіп турап, оны да жақсылап қуырып аламыз. Осы орайда салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аскөкті де қоссаңыздар болады. Мен кішкене аскөкті турап және көк пияздан да кішкене қосып жібердім. Одан соң бір орташа көлемдегі чеснокты алып үккіштен өткіземін. Бұл бізге өте әдемі дәм беретін болады. Өткізіп болғаннан кейін барлығын дерлік жақсылап бір араластырып, және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Бетін жауып қоя тұрамыз. Осымен біздің бірінші салмамыз дайын болды. Келесі салманы мен еттен жасайын деп жатырмын. Бізге осындай кішкене ет керек болады, тартылған ет. Еттің үстінен тұз қостым және бір бас пиязды ұсақ етіп турап, үстінен қара бұрыш қосып, қолыммен жақсылап араластырып алдым. Осымен біздің салмамыз дайын. Жарты сағаттан соң біздің қамырымыз өте жұмсақ болып, әрі иі қанып қалады. Қамырды тағы бір рет илеп аламын да, өзіме кесуге ыңғайлы болатындай етіп, осылай сопақша форма жасап алдым. Одан соң пышақпен бірнеше бөліктерге бөліп шығамын. Барлығын біркелкі етіп, көз мөлшермен бөліп алдым. Енді бөлінген қамырларды қолымызбен осылай дөңгелектеп суала жасап шығамыз. Одан соң ерітілген майды ыдысымызға құямыз. Мен щедролето майын ерітіп қостым. Енді осы майдың үстінен жаңағы илеп қойған қамырларды аунатып, осылайша саламыз. Барлық қамырды майдың үстінен салып шықтым. Енді бетін жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз өте жұмсақ болып, қолмен жаюға өте ыңғайлы болып қалады. 15 минуттан соң майдағы тұрған қамырды біртіндеп ала отырып, қолымызбен осылайша жайып шығатын боламыз. Біздің қамырымыз майдың ішінде тұра келе, осылай өте жұмсарып, жаюға ыңғайлы болып қалады. Өте тез жайылады. Оқтаумен жайып отыруды қажет етпейді, әрі көп уақытыңызды да алмайды. Өте ыңғайлы әрі жылдам жасалынады. Қамырды осылай видеодағыдай өте жұқа етіп жаямыз. Жайып болғаннан кейін шет-шетін жан-жағын, яғни осылай қолымыздың көмегімен тартып жібереміз. Сол кезде біздің қамырымыз одан әрі жұқара түседі. Қамырды жаю барысында, созу барысында жыртылса ештеңе етпейді. Бастысы қамырымыз өте жұқа етіп жайылу керек. Одан соң ортасына майды жағамыз да, дәл видеодағыдай етіп, екі жағын бір-біріне беттестіреміз. Одан соң ортасына салмасын салып, түйе бастаймыз. Түйген кезде екі жағын міндетті түрде осылай салмасы шығып кетпес үшін бүгуіміз керек. Одан соң қамырды видеодағыдай тарта отырып түйеміз. Біздің самсаларымыз осындай формада түйіліп шықты. Барлық қамырды осы видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Сонымен қатар каналыма өтіп, видео бөлімін басатын болсаңыз, самсаның бірнеше жасалу жолдарын көре аласыздар. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.
келесі қамырды да осылайша жайып, екінші салманы ішіне салып түйіп алдым. Барлық қамырды осылайша түйіп, противеннің үстінен пергамент қағазын төсеп, жайғастырып шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, өздеріңізге ұнаған қалаған дәнді сепсеңіздер болады. Мен салмасын картоптан жасалған самсаның бетіне кунжутты сеуіп, ал еттен жасалған самсаның бетіне макты осылайша сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған табаға салып, 30-35 минуттай біздің самсаларымыз қызарып піскенше қалдыратын боламыз. 35 минуттың ішінде біздің самсаларымыз осылай қатпарланып пісіп шықты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қатпарлы болып шықты. Самсамыз кішкене жыли бастады. Енді қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай сырты үгітіліп өте қатпарлы болып тұр. Ортасын кескенде де міне арасы толығымен пісіп шыққан және қатпар болып пісіп шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздің самсаларыңыз өте қатпарлы әрі дәмді болып шығады. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.